Сәлем достар, армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бізде тағы да шынайы өмірден алынған әңгіме. Ұнап жатса, пікір қалдырсаңыздар, өз ойларыңызбен бөліссеңіздер. Ал қабыл алыңыздар. Жанар оқуды бітіріп, өзінің ұнатқан жігітіне тұрмысқа шықты. Жанар мен Беріктің екі қыздары бар. Екеуі сондай ұқыпты. Кішкентай болса да ақылды қыздар. Ая 5 жаста, ал Алуа 3 жаста. Бақытты отбасы, үлгілі жанұя. Бір күні Берік көңіл күйсіз Жанарға келіп, оны ұнатпайтынын, онымен бірге тұра алмайтынын айтты. Жанар не болғанын түсіне алар емес. Жанар, мен сенмен бір шаңырақ астында тұра алмаймын. Мені кешір. Менің сүйгенім бар. Саған қаншама уақыт айтуға батылым бармады. Оны кезіктіргелі олсыз өмір сүре алмайтынымды түсіндім. Қазір қыздарымыз кішкентай, түсінбес. Бірақ уақыт өте түсініп, мені кешірер деп ойлаймын. Бұл қалай мүмкін емес, Берік? Бұл не дегенің? Деп Жанар жылап жіберді. Ет жүрегі езіліп, өзін қоярға жер таппады. Бірге өткен жылдары көз алдынан зырғып өтті. Өз басында мұндай жайттың боларын ол еш уақыт ойламаған еді. Берік есікті тарс жауып шығып кетті. Осылайша Жанар ойға батып, есін әзер жинады. Кешкісін Берік үйге келді. Қыздары ұйықтап жатқан болатын. Келіп қыздарын бетінен сүйді. Ас үйдегі Жанарға келіп, Жанар, біз ересек адамдармыз. Білемін, саған қазір ауыр. Бірақ мен саған әрі қарай өтірік айтып, сенің де өзімнің де уақытымды жоғалтқым келмейді. Сондықтан сені мен өткізген әр күніме рахмет. Мені түсінерсің. Шынайы махаббатымды кезіктіремін деп ойламадым. Осылай боларын кім білген? Кешіре алсаң, кешіре көр. Тағдырымыз осылай болуы керек болған шығар. Тағдыр? Берік, сен өзіңнің не деп тұрғаныңды білесің бе? Мен сенімен қаншама жылымды өткіздім. Сен болсаң, дым болмағандай алғыс айтасың. Жақсы, қалағаның болсын. Бірақ қыздар менімен бірге қалады. Қыздармен біраз уақыт кездеспейсің. Олар әлі кішкентай. Маған оларға түсіндіруге мүмкіндік бер. Саған отбасыңнан артық қандай қыз? Кім екенін мүмкін айтарсың? Сене алар емеспін. Сенен мұны күтпеп едім. Кім ол? Білем, атын естігенде ашуланбай, тек сабырлы болшы. Өзің сұрадың, айтпауға болмас. Ендеше біліп жүр. Сенің жан құрбың Әлия. Оның еш жазығы жоқ. Менің оған деген сезім бірінші ашылды. Оны жазғыра көрме. Оны қалай ұнатып қалғанымды өзім де білмеймін. Қалай? Жан құрбымен мұндай сұмдық болмас. Сен оның бір ұлы барын білесің ғой. Өз қаның қыздарыңа емес, бөтеннің баласы саған жақын болғаны ма? Оның күйеуінің қайтқаны әлі жылда болмады. Сен оны қай кезден бері ұнатасың? Екеуіңнің бұл қылықтарың барып тұрған масқара. Сендей оңбағанда айтарға сөзім жоқ. Бір-бірлеріңді тауыпсыңдар, сатқындар. Олай деме, Әлия екеуміз сені сатпадық, алдамадық. Жолдасы қайтыс болғаннан бастап мен оған көмектесе бастадым. Бұл махаббат жанашырлықтан жұмыста басталған болатын. Екеуміз бір жобамен айныса бастадық. Біртіндеп сезімдеріміз оянды. Болды. Бұдан әрі тыңдай алмаймын, жетер. Басқа қалаға кетемін. Сен өмірімнен өшіргім келеді. Сенмен өткен күндерімді бір сәтке еске алғым келмейді. Жетер. Қалай ғана ұялмай махаббат хикаяңды айтып отырсың? Мені сыйласаң, дәл қазір заттарыңды жинады кет. Жанар, кешір. Мені түсінерсің деп ойлаймын. Сен де өз бақытыңды табасың. Саған сенемін, деп Берік заттарын жинастырып үйден шығып кетті. Жанар таңға дейін көзін іле алмады. Берік Алияның үйіне келді. Қоңырау шырылдады. Есік ашылды. Берік, не істеп жүрсің? Түрің бозарып кетіпті ғой. Тыныштық па? Бәрі аман ба? Жанарға бірдеңе болды ма? Айтшы, төзімді тауыспай.
Алаңдайтын ештеңе де жоқ. Мен Жанарға бар шындықты айттым. Сенсіз өмір сүре алмайтынымды да. Сен бұлай тез арада айтады деп ойламаппын. Енді не болады? Жанар қалай? Қалай ол шындықты көтере алады? Қатты алаңдап тұрмын. Жан құрбының сатқындығы. Берік, біз не істедік? Енді қалай болады? Мұнымыз дұрыс па? Әлия, сабырға кел. Бұл біздің махаббат. Ешкімнің бізді кінәлауға құқы жоқ. Алаңдама, уақыт емші. Бәрі өз орнына келеді. Солай болғай. Арада біраз күн өтті. Берік ажырасуға құжаттарын тапсырды. Екеуі көп уақыт жетпей ажырасты. Жанар Берікке қарап, ашулы емес, өзін салқынғанды ұстай білді. Берік, ащы болса да шындықты айтқаныңа ризамын. Мен түні бойы ойландым. Сендерді кешірдім. Алда бақытты болыңдар. Осылай екі жаққа кетеміз деп кім ойлаған? Келешекте Алияны бағалайсың деп ойлаймын. Іште деп күрсініп, жасын тұншықтырып Жанар кетіп қалды. Осылай тату-тәтті отбасының аяқ асты ажырасуы туралы шешімі туыс туғанның, жақындарының таңданысын тудырады. Жанардың тек қана анасы мен бауыры бар болатын. Олар болған жағдайды естіп, түсінгеннен кейін Жанарға қолдау көрсетіп, шешімге келісті. Ал Берік жастайынан ата әжесінің қолында өскен. Ол үшін өз ата-анасы, ағасы мен жеңгесі сияқты еді. Қалай болғанда да оларды ата-анасы ретінде мойындамайтын. Аға жеңгесі, яғни Беріктің ата-анасы, өзара сөйлесе келе, Беріктің жеке өміріне араласпайтын болып шешім қабылдады. Осылайша осыған дейін бақытты болған отбасы бұзылды. Жанар басқа қалаға кетіп қалды. Амалы не? Тағдыр болар деп жақын таныстары да, туыс туғандары да, достары да үйреністі. Әлия мен Берік бірге тұра бастады. Ал сіздер не дейсіздер? Ал ары қарай әңгімеміз қалай өршиді деп ойлайсыздар? Әлия мен Берік бірге тұра бастады. Берік Алияның ұлына өз ұлындай қарады. Ұлы Алмастауған бауыр басты. 3 жасар Алмаста өзінің жаңа әкесінің болғаны тез үйренісіп кетті. Осылайша Берік жаңа отбасымен өз бақытын тапқан. Уақыт өтіп жатты. Біраз уақыттан кейін Жанарды өз өмірін ретке келтіре бастады. Жұмысына қайта оралып, қыздармен бірге өмірін жалғастыруда. Берік мүлде қыздармен араласпады. Тек оларға қажетті ақшаларын салып тұрды. Қыздармен кездесейін десе, Жанардың уақытын сұраған, онымен кездесудің екі отағасты жақсылық болмасын түсінді. Біртіндеп қыздарын іздеуді, сағынуды мүлдем қойды. Себебі ұлының өмірге келуін күтіп жүрген болатын. Осылайша Беріктің ұлы өмірге келді. Есімін Руслан қойды. Бұл жаңалықтан Жанарда хабардар болатын. Бәрі ұмытыла бастаған еді. Осылай жүргенде арада 7 жыл өтті. Бір күні Жанардың жұмысына жаңа маман келді. Барлық әріптестер танысып жатты. Сәлеметсіз бе, есімім Әлішер. Сіз Жанар боларсыз. Сіз туралы көп мақтаулар естідім. Жұмысыңыздың нағыз маманы, шебер екенсіз. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Асыра сілтеп мақтадыңыз. Өз жұмысымызға ұқыпты қарау әр маманың міндеті емес пе? Мақтауыңыз артық енді деп күлімсіреді Жанар. Сізбен бір ұжымда болатыма қуаныштымын. Сізге де рахмет, ұжымға қош келдіңіз. Жақсы, ендеше әріптестер, жұмысымызға кірісейік деді басшылық. Осылай алғашқы таныстықтан бастап Жанар мен Әлішер бір-бірін ұната бастады. Бірақ Жанар өзін алшақ ұстайтын. Себебі Әлішер мүлде үйленбеген болатын. Уақыт өте келе Әлішер мен Жанардың арасында достық махаббатқа ұласа бастады. Бір күні Жанар қыздары барын айтты. Ашық. Әлішер қатты таңданысын білдіре қоймады. Өйткені жұмыстағы әріптестерінен естіген болатын. Сонда да оған Жанар ұнады. Сондықтан оған үйленуге ұсыныс жасады. Жанар да өз келісімін берді. Осылайша олар бір шаңырақ астында тұра бастады. Жанардың қыздары Әлішерді онша ұната қоймады.
Бірақ аналарын ойлап еш сыр білдіре қоймады. Осылайша күндер өтіп жатты. Жанар өз бақытын тапқандай, енді ғана өмірі реттеліп келе жатқандай бақытты сезімде болды. Екеуі жұмыста да, үйде де үнемі бірге. Себебі екеуі жұмыста бірлесіп керемет жоба дайындауға барысында жүретін. Жақында жобалар да аяқталады. Жұмыс барысында Әлішер жарына өз ұсынысын айта бастады. Жаным, сен үйде отырсаң қалай болады? Отбасын асырау менің борышым деп ойлаймын. Сендердің ештеңеден таршылық көрмей өмір сүргендеріңді қалаймын. Сен үйде менің жағдайымды жасап, жанымда болсаң менен бақытты жан болмас еді. Мен әйелімнің жұмыс істеп шаршап жүрген көргім келмейді. Сен отбасыңа жылу сыйлап үйде отыршы. Әліш, қалай болар екен? Мен жұмыс істеп үйреніп қалдым. Білмеймін. Ойлануға уақыт бер. Әрі жобаны аяқтауымыз керек. Жоба біткеннен кейін шешерміз деп жылы жауып қойды. Әлішердің анасы Сәуле Жанарды өз қызындай жақсы көрді. Немерелерім де көз қарасы оң еді. Оларды әжелерін құрметтейді. Сәуленің үйіне немерелері үнемі келіп тұрады. Ол да құшақ жая қарсы алып, барын алдына ұсынатын. Әңгіме барысында келіне: Жақатай, сен үйде отырсаң қалай болады? Өткенде Әліш айтып еді, сенің жұмыс жасауыңа қарсы екен. Отбасыңды бірлікте, татулықта ұстай айналайын. Өзің де білесің, ер адам сыртта жүріп отбасын асырайды. Ал біз әйелдер үйдің берекесі мен байлығымыз. Үйде отырсаң қайта жақсы емес пе? Уақытны қыздарға бөліп, өз қалаған ісіңмен айналыса аласың. Күйеуіңді тыңдағаның дұрыс болар, қызым. Бәрі жақсы болады. Әлі талай жұмыс жасайсың. Әзірге демалып, отбасыңа көңіл болып, үйде отырғаның жақсы болар деп ақылын айтты. Иә, мама, сізбен толықтай келсем. Өзім де жоба аяқталғаннан кейін жұмыстан шығуға өтініш берем. Әліш қалағандай болады. Міне дұрыс шешім. Сенің ақылды жан екеніңді, дұрыс шешім қабылдайтынын білгенмін. Әліш те қуанып қалатын болды. Осылайша Жанар жұмыстан шығып, үй шаруасымен айналыса бастады. Бастапқыда бәрі жақсы болатын. Демалыс күндері отбасымен бірге қыдыру жиі болды. Бірақ Әліштің мінезі біртіндеп өзгере бастады. Достармен қыдырысы көбейді. Үйге кеш келіп, кейде арасында мүлдем келмейтін. Жанар мұның барлығын білсе де отбасы үшін бәріне шыдап бақты. Алайда Әліш үнемі Жанардың әр ісінен кемшіліктер іздеп тыныштық бермейтін болды. Үйдің таза болғанын, тамақтың уақытылы дайын болуын талап етті. Тіпті өз киімдерін қалай болса солай қоятын. Жанарды сыйламайды. Бір сөзбен ол сол үйдің күңіне айналып бастады. Шыдамның шегі бар. Жанар күйеуіне соңғы кезде не болып жүрген сұрауға бел байлады. Әліш, саған не болып жүр? Жұмыста қиындықтар туды ма? Соңғы кезде үйге де қонбайсың, тез ашуланасың. Не болды, айтшы? Қандай да бір қиындықтар болса бірге шешейік. Қиындықтар? Жақсы. Проблеманы шешіп алайық. Сен мен мұқият тыңда. Менің қалай шаршап жүргенін білесің бе? Саған тойып болдым. Тек шындықты айтайын. Басқа қалада менің әйелім мен қызым тұрады. Екеуміздің қызымыз бар. Саған үйленген кезде менде мүлдем ұнату сезім болған емес. Жұмыста жетістікке жету үшін сені таңдадым. Сенің қыздарыңа қарап, өз қызымды есіме алумен болдым. Қысқасы былай, сенімен ажырасып әйеліммен жаңа өмір бастаймын. Анама бар шындықты туған немересі барын айтам. Ол бізді қабылдайды. Сен кімсің? Сен бөтен біреусің. Ал мен оның жалғыз ұлымын. Сенмен өткен 3 ай адам төзгісіз уақыт болды. Әйеліме рахмет, мені қолдап мансапқа жетуге түсіністікпен қарағанына. Енді мен орынбасармын. Саған көп рахмет. Жанар оған сөзін аяқтатпастан бетінен бір салып шарт еткізді. Жаңа оқиға ұнап жатыр ма? Пікір жаза кетсеңіздер. Оңбаған арсыз, арсыздар, сендерде адамды қалай ғана жер көтереді. Көрмегенім сен бол. Арам пиғылыңа жетіпсің. Көзіңді құрт үйімнен. Кет деп. Ашулы күйде Әлішерді үйінен қуып шықты. Әлішер де еш сөз айтпастан заттарын алып тайып тұрды.
Арада бірнеше күн өтті. Жанар болып жатқан жайтың өз басында болып жатқанына сене алар емес. Амалы жоқ, қайтсын. Енді ғана бақытын тапқандай еді. Ойлана келе басқа қалаға кетуге шешім қабылдады. Әлі күнге болып жатқан жағдайға сене алар емес. Бұл хабарды естіген Сәуле немерелерімен қоштасуға алып ұшып келді. Жанарды көре сала: «Қызым, бұл қалай болғаны? Қай кезде, қашан, қайда үйленіп жүр? Мен еш нәрсе білмедім. Неткен сорақылық. Өзімді ести сала есімнен танардаймын. Әліштен мұндайды күтпеппін. Өзге емес, өз ұлым. Не істей аламыз? Болары болыпты, ботам. Кешіре алсаң кешіре көр» деп Жанарға жалынып жерге отыра кетті. «Жоқ, анашым, орныңыздан тұрыңыз. Сіздің еш кінәңіз жоқ. Сізде Әлішердің ойыншығы болдыңыз. Сізде ана кездестіріп қалғаныма қуаныштымын. Бәріне рахмет. Ертең басқа қалаға жол жүреміз. Мұнда қалу мен үшін өте ауыр. Қыздарға барлығын түсіндірдім. Жанаржан, ойланарсың. Қалай ғана қыздарды алып кетесің? Бір-бірімізге бауыр басып та қалдық. Тұра берсеңдер қалай болады? Уақыт өте бәрі ұмытылады». «Иә, уақыт өте келе. Сол себепті шешім дұрыс деп ойлаймын. Мұнда бір сәтке де тұра алмаймын. Аман болыңыз. Өзіңізге қараңыз. Денсаулығыңызды күтіңіз». «Жақсы. Қалауың сол болса қыздармен араласып, сөйлесіп тұруыма рұқсат бер». «Керек емес. Бәрін де ұмытқым келеді. Бұл сізбен біздің соңғы кездесуіміз болсын». Көз жасына еріксіз ерік берді. «Жақсы. Жандарым, жолдарың болсын. Қайда болсаңдар да аман болыңдар. Сендер менің жүрегімде жақын жан болып қаласыңдар. Сендерді ешқашан ұмытпаймын». «Біз де сізді» деп Аян мен Алуа жылап әзер қоштасты. Ертесіне Жанар басқа қалаға жол тартты. Жанар өзіне жаңа жұмыс қарастырып іздеп тапты. Оған досы Айжанның көмегі көп дейді. Біртіндеп өзіне келе бастады. Басынан өткен әрбір істі қорытындылай келе, өзіне енді ешқашан ешкімге алданбауға серт берді. Көңілін қыздармен жұмысқа бөлуге шешті. Осылай өмір өтіп жатты. Ая мен Алуа болған жағдайдан хабардар болғаннан кейін бәріне түсіністікпен қарады. Тіпті аналарымен басқа қалаға келгендеріне, жаңа өмір бастайтындарына қуанышты. Шай үстінде сөз арасында Ая анасына өз ойын айтты. «Анашым, Алуа екеуміз сіз үшін шыдап жүрген болатынбыз. Сіздің бақытты болуға құқыңыз бар. Бірақ бізге Әліш бірінші күннен ұнамайтын. Сізді ойладық. Сіз үшін біз бәріне дайынбыз. Сіз әлемдегі ең керемет анасы. Сізде анам барына мақтанамын. Сізді қатты жақсы көреміз. Енді алда тек қана жақсылық болады. Қызым, неткен ақылды жансыңдар. Сендерден айналып қана кетейін. Сендерде қыздарым бар. Менен бақыттана жоқ шығар. Аналарыңды ойлаған түрлеріңнен бар жамандық артып қалды. Алда тек жақсы бақытты күндеріміз болады. Еш уайымдамаңдар. Я анашым, сіз айтқандай болады». Осылай күндер өтіп жатты. Бір күні Жанардың құрбысы, әрі бөлесі Шырайдың туған күні болды. Шырай туған күніне көмектесуге, әрі көңілін көтеріп қайтуға Жанарды шақырған болатын. Туған күннің жақсы өтуіне Жанар құрбысынан көмек аймады. Туған күн кешіне Шынардың күйеуінің достары да келді. Барлығы көңілді, қызықты басталды. Естен кетпес ерекше туған күн болды. Жанарға бір ер азамат көзін алмай үнемі қараумен отырды. Жанар да мұны байқап өзінің ыңғайсыз сезінді, бірақ білдірмеуге тырысты. Мұны байқап қойған Шынар Жанарға ақырын сыбырлап қояды. «Қарашы, қандай көздері мейірімді, қара торы жігіт. Танысып көрмейсің бе?» деп қалжыңдайды. «Қой, қайдағын айтпай. Не қылған таныстық? Менде ондайға ешқандай орын жоқ. Өзің де білесің. Басымнан өткен жайтты». «Онда тұрған не бар? Әдемілікті айтуға болмай ма? Саған көз алмай жайдан жай қарамаған шығар. Өмір өткенмен тоқтап қалмайды ғой. Болашағыңды ойла. Мүмкін танысса сөйлесіп көрерсің». «Қойшы,
болмайтын әңгімені. Ол қайда, мен қайда? Несі бар? Сен түсінбеймін. Танысып көр. Мүмкін ол сенің нағыз бақытың болар. Әлдене уақыттан кейін Жанар жолдасы Дәуренге Жанарды досымен таныстыруын өтінді. Жаным, өтінемін. Досыңды Жақамен таныстыршы. Меніңше екеуі бір-бірі үшін жаратылғандай. Сен де қоймайсың, жаным. Бір-бірі ұнатса өздері танысар. Не керек? Адамдардан қайсыз қалдыру. Ой, не болды, сонша қиын ба? Түсінбеймін сені. Жақсылық жасасақ артық бола ма? Өзіңде Жанардың жайын білесің. Қанатта жар өмірден өткелі 2 жыл болды, жалғыз жүргеніне. 2 жарты бір бүтін болса жаман ба? Қанатқа да ұлына қамқор болар ана керек. Ойланарсың мүмкін, жаным. Жоқ, қиын ештемесі жоқ. Қазір-ақ таныстырайын. Бірақ жаным қалғанынан өздері шешсін. Біреудің жеке өміріне араласпа. Жақсы айтқаныңыз болады, отағасы. Міне енді дұрыс. Менің әйелім бәріне қамқор жан. Сені сондай жақсы көрем. Мен де жаным. Қане қыздар, қысылмай астан алып отырыңдар. Бір-бірлерімен жай отырмай танысып отырыңдар. Барлығымыз бір отбасыдай бір-бірімізбен араласа берейік. Арамызда бойдақ қыздар болса, құлақтарын алтын сырға. Танысып қойыңдар. Менің жан досым Қанат. Өзіне қыз дейді. Қойшы, Дәурен, не әңгіме бұл? Адамды ыңғайсыз жағдайға қалдырып бір түрлісің. Сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Музыка ойнап кетті. Бұл вальсельд. Қанат бірден Жанарды биге шақырды. Өзін еркін ұстай білді. Қане, сұлу бикеш, сізді биге шақыруға бола ма? Енді деп тұрғанда Шынар оны итеріп жіберді. Амалсыз Жанар иә деп келіспеске болмады. Есіміңіз кім? Жанар. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де деді күлімсіреп, ыңғайсыздана. Жақынырақ таныссақ, Шынардың құрбысыз ба? Иә, құрбысы, әрі екеуміз туыспыз. Сіз ше, Қанатпен қашаннан бері доссыз? Сізді кездестірмеппін бұрын. Менің бұрын жұмыстан қолым босамайтын. Жұмысты ойлап, өз жеке өміріме көңіл бөлгенді қойдым. Міне бүгін сәті түсіп, туған күнге келіп тұрған жайым бар. Иә, жетістікке жетуді өнер. Жұмыс өмір мәнсіз. Рас айтас, расымен де, мен де солай ойлаймын. Соңғы кезде ойым өзгергендей. Осылай әңгімелесіп тұрып екеуі музыканың қалай тоқтаған байқамай қалды. Осы кештен бастап Қанат Жанарды ұнатып қалғандай сезімде болды. Бірақ бірден ұнатып қалуым ақымақтық деп ойлады. Себебі әйелі кеткеннен бері ешкімге қараған емес. Әрі бір көргеннен ұнату мүмкін емес деп ойлады. Осылай өмір жалғасып жатты. Жанар жұмысына бар жауапкершілікпен кіріскен. Қызметкерлерінің ең алды бола білді. Жанарға бастығы жаңа бір жоба ұсынды. Бұл бұрынғыдан да күрделі қиын жоба болатын. Ол ең алдымен осы жобаны қаржыландыратын жаңағы компания қызметкермен кездесуі керек болатын. Кездесуге келсе, алдында Қанат отыр. Бұл жайтқа екеуі таң қалды. Жанар, қалайсыз? Сіз мұнда жұмыс жасайсыз ба? Иә. Сіз сонда Әлем компаниясының қызметкерісі бе? Иә. Негізі кездесуге Қанаттың орынбасары келу керек болған. Отбасылық жағдайына байланысты сұранған болатын. Сіздердің компанияларыңызбен осы жобаны соңына жеткізсек, көп пайдаға кенелеріміз. Сұранысымыз артады. Иә, дұрыс айтасыз, келісем. Ендеше келісім шартқа қолымызды қояйық. Жақсы. Өте қуаныштымын, сіздермен серіктестік 2 компанияға да тиімді. Компанияларыңыз Әлем биыл ең үздік жобаны ұтып алды ғой. Құттықтаймын. Мұндай компанияда жұмыс істеу кез келгеннің жанның арманы шығар. Рахмет, асыра мақтап жатырсыз. Бізде сіздермен серіктес болғанымызға қуаныштымыз. Жақсы, мен кетейін. Бізде қазір жиналыс. Жақсы, сау болыңыз, кездескенше. Күндер өтіп жатты. Қанат Жанардың бар жағдайынан Дәурен арқылы хабардар еді. Содан да болар Қанат танысып көруге жүрексінді. Әрі өзіне сенімсіз еді. Сол себепте екеуі тек жұмыс барысында жиналыстарды кездесіп қалып жүрді. Қанат жұмыстан қайтып бара жатқан болатын. Көлігіне қатты жылдамдықпен келе жатқан велосипедтегі қыз соғылды. Қанат қорыққаннан көліктен атып шықты. Жараланып қалмадың ба? Қалайсың?
бір жерің ауырып тұрған жоқ па деп Қанат сұрақтарын жаудырды. Кешіріңіз ағай, байқамай қалдым. Тежегішті басып үлгеремін деп ойлағанмын. Кездейсоқ тежегіш істемей қалды. Аздап аяғымның ауырып тұрғаны. Орнымнан тұруыма көмектесіп жіберіңізші. Қазір көлікке көтеріп апарып отырғызды. Қазір шыда, ауруханаға барамыз. Жақсы, сізге көп рахмет ағай. Көлікте анасына хабарлама жазып, аурухана мекен жайын жіберді. Себебі анасының телефон нөмірі өшіріледі. Хабарламаны оқыған анасы жылдам ауруханаға жетті. Қызым, амансың ба? Не болды, қалай болды? Жүрегімді көтердің ғой. Құдайға шүкір, бәрі жақсы болғанына. Алаңдамаңыз, жақсымын. Уайымдайтын ештеңе жоқ, бәрі жақсы. Кешіріңіз, қызыңызды мен қақып кеттім. Айыпқа бұйырмаңыз, бәрі кездейсоқ болды. Қалай кездейсоқ? Неге байқап жүрмейсіз? Осылай адамдарды қағып жүре бересіз бе? Не деген жауапсыздық? Анашым, Қанат ағайдың еш кінәсі жоқ. Ол ағайды кінәламаңыз, бәрі менен болды. Менің тежегішім істемей қалды. Сонда да көлікпен жүрген адам байқап жүру керек деп. Артына қараса Қанат тұр. Сіз? Қанат, қалай мұнда? Ая, сіздің қызыңыз ба? Өзіңізге ұқсаған ақылды екен. Сізден тағы да кешірім сұраймын, Жанар. Бәле деген аяқ асты. Бәрі де байқаусызда болады. Иә, дұрыс айтасыз. Кінә бізден екен, орынсыз ашуыма кешірім сұраймын. Қызым, саған қанша рет айтамын, байқап жүр деп. Анашым, сіз Қанат ағаймен таныссыз ба? Иә, қызым, біз әріптеспіз. Қатты алаңдамаңыз, Жанар. Дәрігер бәрі жақсы, аздаған ауырсынулар болады. Бір-екі күн ауруханада болсын деді. Көп рахмет, Қанат Хасанович. Ендеше мен кетейін. Көмек керек болса хабарласыңыз. Ая, ертеңге дейін. Аға, ертең тағы келесіз бе? Иә, жақсылап демала ғой. Жақсы, көп рахмет сізге. Иә, рахмет сізге. Қызымды жалғыз қалдырмай, осында әкелгеніңізге. Бұл не дегеніңіз? Кез келген менің орнымда осылай жасар еді. Рахмет, көп айтып кеттіңіздер. Өзімді ыңғайсыз сезініп тұрмын. Ал жақсы, мен кетейін. Иә, жақсы, сау болыңыз, деді Жанар. Иә, кездескенше деп аяға қолын бұлғады. Ая да солай жасады. Бөлмеден Қанат шығып кетті. Қарай көр мынаны. Достасып үлгеріпсіздер ғой. Достасқанда қандай, ол сондай жақсы адам. Сіз келгенге дейін менің жанымда болып, қызықты әңгімелер айтып, көмегін аямады. Меніңше екеуің жақсы жарасатын сияқтысыздар. Қанат ағайда қамқор әкем болса ғой. Қайдағыны айтпа. Көлікке соғылып, қайдағыны болмайтын заттар ойлаған болмас. Тынығы бала ғой. Мені алуада күтіп отқан болар. Ертең киімдеріңді алып келермін. Бірдеңе қажет болса хабарласып айтарсың. Жақсы, анашым. Ботам. Сынып жетекшіңе өзім ескертіп айтамын. Алаңдамай, тез сауығып кет деп қыздың бетіне сүйді. Бөлмеден шығып аурухана ақысын төлеуге барса, онда қызметкерлер төлем жасалып қойған айтты. Жанар төлемді Қанаттың жасаған білді. Сыртқа шықса Қанат күтіп тұр екен. Жанар, сізді үйіңізге апарып салайын. Бүгінгі оқиға үшін тағы да кешірім сұраймын. Сізде мен айыпқа бұйырмаңыз. Уайыммен есім шығып жүріп, сізге айғайлап жіберіппін. Ештеңе етпейді. Сіздің орныңызда басқа жан болса да солай жасайтын еді ғой. Түсінгеніңізге көп рахмет. Өзімде не болған түсінбей есеңгіреп қалдым. Жақсы. Өткен өтті. Жүріңіз енді, көлікке отырыңыз. Үйіңізге жеткізіп салайын. Жақсы. Көлік ішінде екеуі бір-бірімен жақынырақ әңгімелесті. Міне осы үй жеткізіп салғаныңызға көп рахмет. Кешкі ас ішіп кетіңіз, күні бойы Аяның жанында болған үшін алғысым болсын. Ештеңе етпейді. Шақырған астан қалай бас тартамын, жақсы. Екеуі лифтмен көтеріліп үйге кірді. Алуа қарсы алды. Анашым қалайсыз, Ая қалай? Бәрі жақсы ма? Қызым, бәрі жақсы. Ағаймен амандассаңшы. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, байқамай қалдым. Сәлем, оқасы жоқ. Ая, танысып қой. Менің әріптесім Қанат. Ая, келіңіздер. Столға отырыңыздар, шай дайын. Тамақты да жылытып қойдым. Жарайсың, қызым. Ендеше төрлетіңіз. Ая, ағайға жуынатын бөлмені көрсете ғой. Қазір, анашым, жүріңіз. Үшеу үстелге жайғасып тамақтанды. Бейне бір отбасыдай.
Үстел басында қызықты әңгімелер де болды. Рахмет, мұндай үйдің тамағын жемегелі де көп болыпты. Үйдің тамағы қашанда дәмді, деді Қанат. Анашы, мен болдым, сабағымды оқимын. Бөлмеме кеттім. Сау болыңыз, ағай. Сау бола ғой. Жақсы қызым, бара ғой. Ендеше мен жүрейін, тамақтарыңыз дәмді болыпты. Отбасы жылуын сезінгендей болдым. Отбасымнан бөлек тұрғалы біраз жыл болыпты. Өзімді бүгінгідегідей бақытты сезінбеппін. Бәріне себепкер Алуа. Бір жамандықтың бір жақсылығы деген осы болар, деп Қанат жымиды. Я, рас айтасыз, сізді шығарып салайын. Ал ендеше тұралық. Жанар аулаға дейін Қанатты шығарып салды. Жақсы жолыңыз болсын, абайлап жүріңіз. Алаңдағаныңызға рахмет. Жақсы кездескенше, деп қолын бұлғады. Жанарды қолын қалай бұлғаған өзі де сезбей қалды. Бұл күн екеуі үшін де ерекше болып батқан еді. Ертесіне Жанар ауруханаға барды. Онда Алуамен Қанат сөйлесіп отыр екен. Қанат Алуаның көңілін көтеріп, тәттілер мен ойыншықтар әкеліпті. Сәлеметсіз бе? Бұның өзінен ыңғайсыз болды ғой. Сәлем, қалыңыз қалай? Несі ыңғайсыз? Онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Жақсы, ая, мен кетейін. Иә, көп рахмет сыйлықтарыңызға, Қанат ағай. Жақсы, сау бола ғой. Көмек керек болса хабарласасың ғой. Иә, жақсы, сау болыңыз. Анашым, қарашы, қандай мейірімді жан. Иә, рас айтасың. Анасы мен қызы біраз әңгімелесті. Ертесінде жұмыс орнында Қанат пен Жанар кездесіп қалды. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Қалың қалай? Алуа қалай? Жақсы, өзіңіз? Беріп жіберген сыйлықтарыңызға рахмет. Күнде сыйлық беріп еркелетіп жіберіңіз. Ештеңе етпейді. Ай, әлі кішкентай бала ғой. Бүгін ауруханадан шыға ма? Иә, бүгін кешкісін шығамыз. Жақсы, сендерді кешке өзім алып кетемін. Ой, әуре болмаңыз. Өзіміз таксимен бара береміз, ниетіңізге рахмет. Жоқ, өзім апарам. Ешқандай қарсылық қарастырылмайды. Жақсы. Кешкісін Қанат Жанарды үйлеріне апарды. Қанат ағай, шай ішіп кетсеңізші, деді қыздар. Иә, шай ішіп кетіңіз, деді Жанарда. Жақсы, деп Қанат та келісті. Ендеше жүрейін, көп рахмет қыздар. Жақсы жолыңыз болсын. Қанатты қыздар өте қатты жақсы көре бастады. Оның мейірімді әке екені айтпаса да белгілі еді. Қанат қыздарға өзінің ұлы барын, онымен таныстыратын айтқан болатын. Қыздарды өзінің ұлы Жандоспен таныстырды. Балалар тез тіл табысып, екі отбасы өзара жақын араласып кетті. Жандос 6 жаста болса да ақылды бала. Ол отбасында өзін жалғыз сезінетін. Анасының өмірден өткенін бәрін Жанар мен қыздарға айтып бергенде. Қыздар оны бауырларындай жақын тартты. Екі отбасы демалыс күндер уақыттан бері өткізіп, ойын алаңдарына жиі баратын болды. Уақыт өте келе қиыншылық пен қуанышта Қанат үнемі Жанардың қасынан табыла білді. Ол қыздармен де достасып алған болатын. Қыздар кейде өз құпияларымен бөлісетін. Ал Жандос болса олармен танысқалы бері алғаш рет аналық мейірімді Жанардан сезгендей болды. Үнемі әкесіне олардың үйіне барып ойнауына сұранады. Кейде қыздар Жандостың үйіне келіп ойнайтын. Осылай күндер өтіп жатты. Бір күні Қанат ұлына Жанар апайды ұнататын айтты. Жандос қатты қуанғанын жасыра алмады. Жанар апайды үйге тез әкелші, әкешім. Менің 2 әпкем болады. Қандай жақсы, деп өте қатты қуанды. Жандос ұлының бетінен сүйіп арқасынан қақты. Кейін аналарына үйленгісі келетін ойын қыздарға да айтты. Қыздар мүлдем қарсылықтары жоғын айтып, қуанғаннан жылап та жіберді. Бірақ Қанат тосын сый болу үшін оларға аналарына сыр білдірмеу керектігін ескертті. Осылайша Қанат сезімін айту үшін балалармен жоспар құрды. Олар демалыс күні тауға шығатын болып келісті. Балалар мәз-мейрам. Ертесіне барлығы бірге тауға шықты. Жанар мен Қанат балалармен бірге бейне бір отбасына әңгімелесіп әзілдесіп отырды. Кешкісін қайтар кезде қыздар Жандостың жоғалып кеткен айтқанда Жанар не істерін білмей есі шығып, орнынан тұрып қалғанды. Қанат болса таңданған кейіпте: Жанар, жүр мына жақтан іздейік. Қыздар, сендер шатыр маңынан ешқайда кетпеңдер. Біз қазір келеміз, деп Жанарды қолынан ұстап, өзімен бірге ертіп кетті. Жанар болса жолда алаңдап келе жатқан болатын. Жанар көп алаңдап, уайымдай берме. Ол осы маңда болған. Бұл жердің бәрін білем ғой мен. Біз мұнда жиі келіп тұрамыз.
Қайда кетті дейсің, қазір-ақ тауып аламыз деп Қанат оны жұбатты. Екеуі бірге қол ұстасып келе жатқандарын байқамады. Кенеттен алдарындағы ағаштардың барлығы түрлі түсті жарықпен безендіріліп, бейне бір ертегі әлемде сияқты тамаша сезім туғызды. Осы кезде Қанат Жанардың қолын қаттырақ қысып ұстап, оған деген шынайы сезім мойындады. Жанар, сен әлемдегі ең керемет жандардың бірісің. Сендей тамаша жанды жолықтырғаныма ризамын. Бұдан былай саған деген сезімді жасыра алмаймын. Қалған өмірімізді бақытты қылып өтейік. Менің мәңгілік жан жарым болшы. Маған тұрмысқа шықшы. Мен сені жақсы көремін. Жанар не едерін білмей әрі таңданып, әрі қуанып ой үстінде тұр. Оның да сезім бар, бірақ қорқады. Үнсіздік басым. Қанат болса, білем Жанар, сенде қорқыныш бар. Өмір өткенмен тоқтап қалмайды. Біз сені жақсы көреміз. Өткенді ұмытып тек алға қадамдар басайық. Бір отбасы болып бақытты болайық. Бәрі өз қолымызда. Сен мен танысқаныма көп болмаса да, сенің қандай жан екеніңді менен артық ешкім білмес. Мен біздің қыздарға өз қызымыздай қараймын. Сені бақыт етуге уәде беремін. Маған тұрмысқа шықшы. Күтпеген жай. Бірақ Жанар ойланбастан өз келісім берді. Иә, мен де сені жақсы көремін. Мен саған сенем. Қанат осындай жауап алғанда қуанып, қымбат гауһар тасты сақинаны Жанардың қолына тақты. Қыздар мен жандос гүлдерді әкеліп, анасы мен әкесін құттықтап, құшақтай алды. Жанар көз жасын тия алар емес, бейне бір түс көріп жатқандай. От шашулар атылып, естен кетпес кеш болды. Жанар өте дұрыс шешім қабылдады. Өзіне берген уәдені бір сәтке ұмытты. Себебі келіп тұрған бақыттан бас тарту нағыз ақымақтық еді. Осылайша екеуі тойларын жасауға кірісті. Қанат той алдында Жанарға бар шындықты айтты. Жанар компания директорымен осыған дейін кездесіп жүргеніне сене алмады. Той болар күні білгеніне аздап реніш білдірді. Бірақ қуанышты күніне ештеңе еш нәрсе кедергісін келтіре алмады. Тойға Жанардың бауыры мен анасы, болашақ келіні келген болатын. Бауыры болашақ жарына әпкесі мен жездесін таныстырды. Жанар да болашақ келінін көріп қуанып қалды. Анасы қызының қайта шынайы бақытын көріп іштей жылап алды. Дәурен мен Шынар да шын жүректен қуанышты еді. Достары, құрбы-құрдастары, Қанаттың ата-анасы, туған туысы бәрі тойдан көтеріңкі көңіл күймен қайтты. Той қызықты, есте қаларлықтай өтті. Жанар мен Қанат тойдан кейін отбасымен бірге демалысқа кетті. Жанар отбасымен тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Өмірге қыз бала дүниеге әкелді. Бұл жаңалық Қанатты қатты қуантты. Есімін Айару қойды. Қанат Жанарды қатты жақсы көреді. Сыйлайды, құрметтейді. Жанар да дәл солай. Балалар да қуаныштан сейкіріп ойнап жүр. Жанар осы кезде бақыттың не екенін сезінген еді. Жүзі қуаныштан нұр шашып, өзін шынайы бағалайтын Қанатты кездестіргеніне өміріне риза. Өкпе, наз, реніш бәрі кеткен. Өзін бақытты тапқан нағыз бақытты жан сезінеді. Әңгіменің соңы. Әңгімен оған болса, от шашуларыңызды аямасаңыздар, пікір қалдыра кетсеңіздер.